Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 30-шы сабақ дауыссыз л мен р. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Л әріптердің емлесін сақтап жазамыз және түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуды үйренеміз. 48-ші жаттығу. Екі бағандарды сөздерді салыстыр, содан соң өзің қорытынды жаса дейді. Міне балалар, бізде бірінші бағанда л-дан басталатын сөздер берілген, және р-дан басталатын сөздер берілген. Ал екінші бағанда және дыбысынан басталатын сөздер берілген. Яғни бірінші бағандағы сөздердің айтылуында дыбыстары естіледі, бірақ жазылмайды дейміз. Екінші бағандағы сөздер дыбыстары арқылы жасалған дейміз. Келесі жаттығу 49-шы жаттығу. Берілген сұрақтарға сүйеніп суреттегі құсты сипаттап жаз дейді. Бірінші сұрақ: лашын қандай құс? Лашын сұңқар тұқымдасына жататын жыртқыш құс. Оның түсі, көзі қандай дейді? Ту сырты көк сұр тартқан, екі көзі қарақаттай мөлдір көк сұр түсті дейді. Ал тырнақтары қандай дейді? Аяқтары қысқа, тырнақтары майысқан, өткір дейді. Оны неліктен жыртқыш құс деп атайды? Лашынды саятшылыққа жиі алып шығады, себебі ол үйрек, қаз, дуадақ сияқты құстардың бәрін ала береді. Көп ретте алар жемін жерден ілмей үнемі аяғымен түйіп қағып түсіреді дейді. Сондықтан оны жыртқыш құс деп атайды. Келесі 50-ші жаттығу: сөздерді көшіріп жаз, мағынасын түсіндір дейді. Міне балалар, берілген сөздерді дәптерімізге көшіреміз және түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал дейді. Қараңыздар балалар, біз іле деген сөздің түсініктемесін жаздық. Бұл Жетісудың ең ірі өзені екен. Және ілгішті сіздер білесіздер, яғни киімді іліп қоятын құрал. Ілгек дегеніміз ол киімде болатын түйме, яғни ілгері дегеннің түсініктемесін жаздық. Бұл бұрындары деген, яғни немесе артық деген мағынаны білдіреді. Ілесу деген артынан еру деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз бізде ылди. Ылди деген өрдің жотаның түсе берісі дейді, яғни бұл төменгі жақ дегенді білдіреді. Келесі ылғал. Бұл құрамында су бар дымқыл нәрсе, мысалы топырақ, ауа болуы мүмкін, мысалы ауа ылғалды ауа деп атаймыз. Ырыс дейді. Ырыс дегеніміз игілік, береке, несібе дейді. Ірімшікті сіздер білесіздер, бұл тағам түрі. Ірі деген сөз, яғни бұл үлкен деген мағынаны білдіреді. Ылғи деген үнемі деген мағынаны білдіреді. Келесі бізде шығармашылық үзіліс. 51-ші жаттығу. Перизат атасын мерейтойымен құттықтағысы келіп, қолына қаламын алды дейді. Қағаздың басына құрметті ата деп жазып қойды. Әншейінде толып жатқан сөздердің біреуі есіне түсейші. Перизаттың орнында болсаң, сен атаңа жылы лебізіңді қалай білдірер едің дейді. Міне балалар, біз осылай құттықтау сөз жаздық. Құрметті ата, сізді мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулығыңыз мықты, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Немере мен шөберенің қуанышын көріңіз. Біз сізді мақтан тұтамыз. Тілек білдіруші немереңіз Перизат деп жаздық. Келесі тапсырма 52-ші жаттығу. Бос тіркездерге л әріптерінен басталатын сөздерді тауып жаз дейді. Яғни р әріпінен басталатын 3, 4, 5, 6, 7 әріпті сөздер жазу керекпіз. Біз оған рас, роль, рақым, реніш, рәсім, раушан, роман, ретме деген сөздерді жаздық. Ал л әріпіне басталатын сөздерге лақ, лебіз, лепсі, лезде және лайық деген сөздерді жаздық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.